Енді рух бәрін көреді, бәрін естиді рух. Анау Алла рахматынасын ғой баршамызда. Жақсы адам болған болса, өмірден жақсы амал істеп жүрген адам болса, Алла ешкім ақысын жемейді ғой. Ол адам иншалла сол ана жәннаттағы орын көрсетіліп тұрады екен де қабірде. Жәннаттың бір бақшасы ғой енді. Сөзі ол марқұм айқайлайды екен. Нап созып жатсыңдар, ертірақ апарып мені орныма орнықтырсыңдаршы жерге, көмсеңдерші деп байқайлайды дейді. Тездетіңдер деп. Марқұм ше. Ал енді Құдай сақтасын, жаңағыдай бір Алланың бұйрықтарын орындай алмаған болса, сондай бір дайындықсыз сондай бір болса жағдай, онда ол адам айқайлап қорқады дейді. Мені қайда алып бара жатсыңдар деп айтады дейді. Адам жаны үзілейін, қас қағым сәт қой. Сакаратыл маут сол қас қағым сәтте жанын суырып алған кезде жаңағы салих, жақсы адам болған болса, көзінің нұры жететін жерге дейін жәннаттан келген періштелер екі сап болып тұрады дейді ойынан. Сол қас қағым сәтте өте сондай қысқа уақытта жаны үзіле салысымен бірден оны жәннаттың бальзамдарымен бальзамдап, жәннаттың киімін кигізіп тастайды екен жаңа адамға. Сөйтіп, жаңа жәннаттың періштелері оны көтереді дейді аспанға, рухты. Аспанға көтерген кезде бірінші қабаттағы періште, ол жерде әр қабатта есіктер бар ғой, былайша айтқан кезде. Сөйтіп, сол есік ашылмай тұрып, ар жағында періште сұрайды екен, кімсіңдер? Мынау кім? Не деген қош иісті адам, кім бұл деген? Сөйтіп, ана көтерген періштелер оны мақтайды екен. Бұл Алланың пендесі, пәленшенің ұлы пәленше. Немесе пәленшенің қызы пәленше деген сияқты. Бәрекелді, машалла деп, анау нелер ашады екен. Бірінші қабатта есік ашылады дейді. Екінші қабатқа кетеді дейді. Әр қабатта сондай оқиға болады. Кім мынау? Не деген жаңағыдай қош иісті шыққан не деген адам? Сол кезде жаңағыдай таныстырумен ең соңғы 7-ші қабатқа барған кезде Алла тағала айтады екен, бұл пендемді мен топырақтан жараттым, топырақтан қайттан тірілтемін қияметте. Бұны сол уақытқа шейін қайтарыңдар жерге деген. Періште қайта алып түседі екен да, рухты. Сол кезде мен жаңа айтқанда денесін нетіп уже жаназасын шығарып уже реттеп жатқан болады дейді. Рух қайтты дейді. Апарып мен Алла рахматынасын деп ана қабірге қояды екен да. Сол кезде барзақ әлемінде жанымен де тәнімен де адам сол жерде болады. Барзақ әлемі деп жатқан ешқын кезде қабір ғой, барзақ әлем деген қабір. Ол жер Расулаллах айтқан, ол жер жәннаттың бір бақшаларының бірі болады деген. Немесе Алла сақтасын тозақтың шұңқырларының бірі болады деген ол жер. Үшінші нәрсе болмайды. Не анау, не мынау. Ал енді Құдай сақтасын жаңағыдай бір пасық адам болса, Алланың сондай бір сүйген құлы болмай қалса, Алла сақтасын. Оның жаңағыдай қасқағам сәтте жанын анау ыстық темірді отқа салып тұрып кейін жүнге тығады ғой. Жүн жиырылып, ана темірді бірден жабысып қалады ғой. Ана темірді жүннен тартқан кезде ана бәрі жабысып қиын болып алынады ғой. Алла сақтасын, ана адамның жаны сөйтіп алынады дейді. Қиыншылықпен жан алады дейді. Сол қасқағам сәтте тозақтың жаңағыдай нелерімен тозақтың киім кигізіп тастайды дейді ғой адамға. Жаңағы кісінің аруағына, рухына. Өте сасық болады дейді. Сөйтіп ана тозақтың періштелері оны аспанға көтерген кезде бірінші қақпада оны жаңағыдай айтады екен да. Кім мынау? Не деген сасық адам? Кім мынау өзі? Айтады, бұл пәленшенің баласы пәленше. Ашылмайды дейді ғой бірінші қақпаның өзі. Өткізе алмаймын, өткізуге хақым жоқ. Сөзі Алла айтады екен, бұл пендемді жерге қайтарыңдар. Қияметте ол жерден тіріледі ол деп. Рухты алып келіп, жаңағы тәнді жаңағы сәтте жаназа шығып келе жатқан болады дейді. Сол кезде тән жан айтады дейді, мен қайда алып барасыңдар, қорқамын деп айқайлайды дейді. Егер сол сәтте ана адамның жан айқайын адамдар естісе дейді, ана жаназада адамдар тастап қашады дейді ғой бәрі. Соншалықты ащы дауыс болады ана жерде. Оған шыдау мүмкін емес дейді. Сондай үрейлі дауыс екен да. Алла Тағала жындар мен адамдарды сонда көзін көрмейтін, құлағын естітпейтін қылып қойған дейді.
адамдар әңгімесін айтып, темекісін шегіп кете береді ғой жаназаға. Ана жерде көміп жатса, мына жақта бір әңгіме соғып тұрады. Білмей тұрды, не болады? Насыбайын атып, не болып жатыр, не жаңалық болып жатыр, огород не болды, анауыңды ектің бе, саудаң не әңгіме болыңдар. Егер ана кісінің жағдайын білсе, адамдар ондай әңгіме айта алмай, қыбыр ете алмай қалады бәрі дейді. Дауыс естісе қашады бәрі дейді. Қорыққаннан да үрейлі дауыс анау. Көрдіңіз ба? Жаңа қабірге қойған кезде сондай жағдай, қиын жағдай болады дейді ондай кісіге. Сол үшін сол кезде ана жерлейді ғой. Жерлеп қабір жабылған кезде 40 адамнан кейін Накір Мұнкар деген екі періште келіп сұрақ жауап бастайды дейді. Отырғызып қойып. Сол себепті анау сүйектің иелері деген жаңағы марқұмның туыстары, балалары, жақын адамдары ғой. Сол мәйіт кірмей тұрып бірінші кіру керек сол. Кіріп тексереді. Жатып көреді, отырып көреді, басын көреді, тимей ме, қалай кеңдігін көреді. Одан кейін барып кіргіз дейді ғой. Егер тар болып қалса, мынау тар ғой мынау деп соны реттеу керек те жаңағы. Өйткені ол 40 адам кеткеннен кейін екі періште отырғызып қойып сұрақ жауап алады екен. Ана басы тимеу керек деген содан қалған. Енді адамдар көміп кетіп бара жатқан кезде дейді, солардың ана аяқ киімінің ізін естіп тұрып жатады екен ғой марқұм. Сыпыр әңгіме айтып кетіп бара жатыр, ұзақтап. Балған ұзақтап жатыр адамдар.